Саламатсыздар ма, қымбат достар? Мен бүгін сіздерге мультифлора хризантема туралы айтқым келіп тұр. Бұл көп жылдық гүл. Мына өзінің отырғызылған ыдысын түгелдей шар тәрізді көмкеріп жауып, өте әдемі болып өседі. Бірнеше жыл қатарынан қыста салқындау жерге сақтап, көп суармай, бабымен ұстап, келесі жылы қайта отырғызсаңыз тағы да гүлдейді. Енді бір осы хризантемаға қатысты айтатын жайт. Мынау біз арнайы жылыжайдан алдыртқанша гүлдеп те үлгеріпті. Негізі бұл хризантема жаңа өзі шар тәрізді болып, әдемі болып өсуі үшін мына ең 10, 12, 13, 14 сантиметр болған уақытта төбесінен кескен, қиып тастаған дұрыс еді макушкасынан. Бірақ мынау гүлдеп кеткен екен, бұны үлгермедік. Дегенмен де бұл осы күйінде де ыдыста біздер міне отырғызып қойдық. Өте әдемі болып өседі. Жазға салым төменгі жақтары, сабақтары жуандайды, биіктеп өседі. Міне гүлдеуге бұларды дайын тұр. Бізде бұл арада ақ түстісі бар мына жерде. Мына жерде қою қызыл түстісі бар. Мына жерде ал қызыл түстісі бар. Енді мен сол макушкасынан пришипка жасау, төбесінен қиып тастау туралы көрсеткім келеді. Мына арада біз міне қиып тастадық. Ал мынау енді қиюға келеді екен, әлі гүлдеп үлгермеген. Енді қараңызшы, мына арада төбесіндегі әр сабақтан шыққан төбесіндегі ең ұшар басындағы кішкентай ғана міне жұмсақ ұшар басын қиып тастауымыз қажет. Сол кезде бұл жан жағынан кәдімгі көмкеріп қалың болып өсіп әдемі болады екен. Гүлдегенге дейін мына гүл бүршік атуға жарғанға дейін жасауымыз қажет. Біздер мына қайшының өзін спиртпен сүртіп алдық. Өйткені гүлдің өзі бұл тірі өскен ғой. Міне жайлап қана бір 5 миллиметрдей ұшар басын ғана қиып тастаймыз. Көрініп тұрса, міне кішкентай ғана. Жан жағын сақтаймыз сол күйінде. Міне қарасаңыздар, міне осылай қиып алып тастадық. Қалғандарын да сөйтеміз. Мына бөлігінде де бар міне. Өте мұқият жасауымыз қажет. Енді жайлап қана алып тастаймыз. Осындай әдемі гүлдерді біздер қандай топырақ таңдадық? Бұнда агробалт S және ақ түсті мына арада топырақты қопсытып тұратын перлит бар. Ағаш көмірінің ұнтағын салдық. Және біздер осмокот тыңайтқышын салдық. 5-6 айға арналған. Гүлдеріңіз жарқырап өсе берсін. Келесіде кездескенше.